Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен Google аккаунт жасауды үйренеміз. Ол үшін біз қалаған браузерге Google аккаунт деп жазамыз. Енді мына жерден создать аккаунт деп жаза бересіздер. Енді менде өзімде аккаунт болғандықтан мен енді сол каналыма кіріп, сол жерден снимать етемін. Снимать аккаунтта міне добавить аккаунт деймін. Осы жерде міне создать аккаунт для личного. Енді мына жерде бәрін біз ағылшын тілінде жасауымыз керек. Ол үшін бағана мен сіздерге не болу үшін жазып қойғанмын, дайын болып тұрсын деп, осыны копировать етіп апарып қоя салам. Міне аты жөн шықты. Және сізге бізге не қылады? Gmail'дың көрсетіп береді. Қайсысын жазғаныңыз дұрыс. Мен мына Құдайбергеновті копировать етіп апарып қоям, себебі ұмытып қалмау үшін. Және атын. Мына жерге 71 деп қоя салайын. Это использование уже занято дейді. Попробуйте другой дейді. Енді мен мына жерде жаңа Google аккаунт аштым ғой. Содан кейін осындай маған берген, онда осыны қоя салам. Қойдым. Және осы жерге енді пароль ойлап табамыз. Өзімізді күнде қойып жүрген паролімізді жазуымыз керек міндетті түрде. Ұмытпай тұғын. Бас әріппен жазасыздар. Және мына жерге соны подтверждать етесіздер. Мен өзімнің паролімді жазамын. Міне енді далее деймін. Ұмытып қалмау үшін сіздер бұны міндетті түрде суретке түсіріп алыңыздар. Себебі бұны қайта-қайта қолданамыз. Ұмытып қалмау үшін. Мына жерде показать деп көрсетсеңіздер де болады. Далее. Кеттік. Енді мына жерде осы номерді көрсетеміз. Қазақстан номері болғасын +7 деп аламыз. Сол номерді көрсетеміз. Және мына жерде туған күнін жазасыздар. Және айын жазасыздар. Қай жылғы екенін. Жынысын жазасыздар. Сосын далее. Міне. Қазір осыған подтвердить телефонға код келеді. Отправить етеміз. Қазір код келеді. Соны жаза саламыз. Код келді ма? Айтыңыз. Себебі? Осылай кодты жазып подтвердить етесіздер. Міне, использовать номер сіздің пропустить дейді. Шықты дейді. Мысалы. Бізге бұның керек жоқ, пропустить дейміз. Номер шықты. Енді мына жерді мұқият өздеріңіз қарап, толтырып, оқып алсаңыздар болады. Мен енді бұны оқып отырмаймын. Өздерің жақсылап танысыңыздар. Принимаю деймін. Міне, маған осындай Есенғали деген аккаунт ашылды. Окей деймін. Есенғали деген аккаунт ашылды, дайын тұр. Енді мен өзімнің сіздер көптен бері сұрап жүрген өзіңіздің аккаунттарыңыз ашылды. Осы бойынша жұмыс жасай бересіздер. Себебі
не үшін бұл аккаунтты аштырып жатырмын? Келесі сабақтарымызда осы аккаунт бойынша керекті материал бойынша видео түсіреміз. Сонда керек болады. Қадірлеріңізге жараған болса, өте қуаныштымын. Келесі сабағымда көріскенше сау саламат болыңыз.